мен стандартпен 15-ші потокқа қатысып жатырмын әлі де. Негізі әйел адамдардың барлығының бәріміздің келіп отырған проблемамыз ұқсас екен көп жағдайда. Қалда құрбыммен келдім. Кезінде екеуміз 150, 200, 250 адам алдына шығып семинар өткізетінбіз. Жаңағы кітап шығаратын баспада істегенбіз, бірге әріптес болып. Сон бірақ осы тұрмысқа шыққаннан кейін почему-то уверенность бәрі ұшып кетіп қалады екен. 4 баладан кейін. Сон бүгін құрбыма да айтып жатырмын, күшті тренинг қатыс. Енді өзіме келетін болсам, мен өте перфекционист адаммын. Шынымен де сіз айттыңыз ғой, перфекционист адамның күйеуі де балалары да бақытсыз болады деп. Сондай любой нәрсе бәрі идеальный жасауым керек. Тіпті басталып кеткен киноны да көргім келмей. Сондай да бастан бастап көргім керек деп. Сондай өте сондай мелочқа дейін солай қарайтын да. Енді осы жолы кәдімгі сынақ болды деймін, өйткені біз осы тренинг кезінде өзі үйімізге ремонт жасап жаттық. Осы жақында ғана 15 ноябрьда көшіп келдік. Сон Бақа ханымға жазамын, мен бұрынғы болса, мен ана жерде бүкіл строительдер миым шұқып, каждый мелочқа мына жерінде бүйтіп қапты ғой, мынау болмайды, қайтадан өзгертіңіз деп, бәрінің бүкілінің нервысына тиетін едім деп айтамын да. Соның ішінде өзімнің күйеуімнің де деп. Одан кейін осы рутинаға үлгермегендіктен балаларыма көп ұрсатынмын. Сол жерде кішкене азайттым. Жаңа сіз айттыңыз ғой, сол үлкен сабақ болды. Егер баланың тәрбиесінде бір нәрсені пропускать етіп алғандықтан, сыздап тұрған қол сияқты өмір бақи сыздапмас үшін осы жас кезден бастап дер кезінде оларға дұрыс тәрбие беру керек деп. Сол өзіме бір күшті миыма сақталып қалды. Одан кейін 7-8 жыл болыпты осы үйде отырғаныма, декретте. Бірақ арасында шыққан кездерім болды. Қосымша ИП-мен айналысқан кездер. 4 бизнес жоспарым осылардың дамуына көбірек үлес қоссам, және де YouTube-ты қолыма алғалы жатырмын. Қатыспаған қыз-келіншектер қатысуларыңызға шын жүректен рекомендовать ете аламын, және де қатысыңыздар деп сіздерге де тілекшімін.